Ассалаумағалейкум. Авторинг Cars YouTube каналының көрермендері. Бүгін 9 маусым, июнь 2024. Бүгін авторинг бар жұмыс жасауда, бірақ утилизбор алынып тастайды дегенсің ба? Базарда автокөліктердің саны азайып, адамдар да азайып кетті. Сол себепті салонға келіп тұрмыз қазір. Сіздерге спецтехника көрсетеміз деп. Мынау авторинг барыс, жолдың бер жағы. Соған қарама-қарсы орналасқан авторингке. Мына жағы кәдімгі специальный сон, спецсон. Осы спецтехникаларды көрсетейін деп келдік. Осындай талант, Mechanical Impex деп жазылып қойған қытайлық грузовой техникалар бар. Тракторлар. Енді біреулерінің бағасы бар, біреулерінің бағасы жоқ. Осындай спецтехникалар бар. Телефон номерлері мұны жазылып тұр. Хабарласып біле аласыздар. Мен жаңа бір жазылып тұрған трактордың несін көрдім, бағасын. Мына жерде мұны. Модель ZL946, двигатель 4 цилиндр турбина, 78 кв деген түсімі, көтеру биіктігі 3,50 метр, 2000 килограммға дейін көтереді. Ковшысы 1,3 метр куб. Бағасы 6,5 миллион теңге. Бұның енді ковшыларын бәрін ажыратып қойған. Есігі ашық тұр, жігіттер, сенесіңдер ма? Мынаның іші деген енді отырып көрсетейін мен сіздерге. Мынаның ішіні өлтіріп қойыпты. Осындай. Бұнда ковшысы алдында. Арты осындай. Бағасы 6,5 миллион. Егер алдағы уақытта Алла бұйырса утил алымын алып тастайтын болса, бұның бағалары арзандайды деп ойлаймыз. Өйткені Қытайдан кіріп жатқан көлік қой бұл. Бұлар енді осы жерде Қытайдан келгесін, өздері бағаларын қосады. Осындай. Бұның енді аты жөні қандай екен білмейміз. Бұл техникалардың талант деп жазылып тұр енді. Талант деген. Осындай. Мына ковшысын ажыратып қойған. Осындай кара да бар екен, мұна қараңыздар. Бағасы ештеңесі жоқ екен, бірақ қандай үлкендері де бар. Мынау енді жүрілген сияқты, дөңгелектері де шашап қалған. Кішкене. Мына артқы дөңгелегі қарасаңыздар, жүрілген біраз. Өзінікін істеген автокөлікке ұқсайды. Мынау су жаңа. Жап жаңа болып тұр. Қасында таланттың тағы біреуі тұр. Бұл есігінде жазылған екен. Бірақ артынан жазылғанда бұның да 946 ма қазір көріп айтып берем. Моделі 956 деген екен. Бұл сәл кішкентайлау, бағасы 5 миллион 300. Мына тракторға қарағанда мынаның бағасы кішкене арзандау. 5 миллион 300, бірақ грузоподъемності көтерілетіні, ковшысының несі басқаша. Кішкентайлау. Лобовойын жарып кетіпті біреу. Өкінішке орай. Осындай таслақтырған, немесе бірдеңе тиген. Осындай. Қасында осындай мультик бар екен. Скидкамен 3 миллион 800 теңге дейді жігіттер. Осындай кузовының қоршауы жоқ. Скидка 3 миллион 800 деп жазылған, бағасы Xeni White дейма бірдеңе деп жазылып тұр енді. Қытайша оқи алмаймыз. 3 миллион 800-ге екеуі тұр мұны. Осындай ковшымен. Менің ойымша 3 миллион 800-ге қазір мынандай техниканы білмеймін енді. Таба алмайсыздар еш жерден. Бұның енді адамы болмай тұр, өздерінің адамдары болса мен сөйлесіп білетін едім. Қандай техника, қалай көтеріледі, қалай жүреді деген сияқты. Осындай. Жақсы, мына техникаларды мен өзім бір ойлап жүріп едім, түсірем деп. Мұнда
азатынымен бірге тұрғандар бар екен. Қазір бағаларын көрсетеміз бұлардың да. Мынау шөп қысқанға, бірдеңе қысқанға арналған трактор. ZL 936 4-цилиндровый, биіктігі 3,20, көтеру биіктігі 5 миллион 300, 1 тонна 200 килограммға дейін көтереді екен. Бағасы 5 миллион 300, осындай. Қасында мынау ішінде айналдыратын мен мынау мешалка сияқты ма? Бетона мешалка сияқты ғой деймін. Осындай. Бұның моделі ZL 946, 6 миллион 500 бағасы. Осындай. Енді бұл бізге мағлұмат беретін адам болмағандықтан біз енді мынандай техникаларды мен өзім жеке басым түсіне бермеймін. Көп сөкпеңіздер. Мынандай қылып айттың, андай қылып айттың деген сияқты. Өйткені бұл нәрсені біз бірінші рет түсіріп сіздерге көрсетіп жатырмыз. Алдағы уақытта консультация алып, YouTube'дан басқа жерлерден қарап, білетін нәрселерімізді айтатын боламыз. Көпшісінің іші осындай екен. ZL 940, 5 миллион 500 бағасы. Осындай. Менің ойымша, қазір автокөлік алып, ақшаңды құртқанша, осындай спецтехника алып, шаруас деген дұрыс па деп ойлаймын. Мана, осы тракторды іздеп келе жатыр едім. Итеретін, көметін, қазатын, 3 в 1 деп айтама, погрузчик экскаватор. Көтеру биіктігі 2 метр 80 сантиметр. Ауырлық көтеруі 2500 килограмм. Тереңдігі 5-2 метрге дейін қазады. Осындай 19 миллион 800 бағасы. Егер өз сезонында жақсылап жұмыс жасайтын болсаңыздар, мындай 3 в 1 погрузчикпен, менің ойымша өзінің бағасын жақсы ақтайды. Салонын көрсетейік. Сонша жерден келіп көрсетпей кетті демеңіздер. Мына артыққы несі, айнасы ашық тұр, терезесі. Руль осындай кішкентай, әдемі, спортивный сияқты. Мынау управлениесі. Мына жерде барлығы жарық шамдары бәрі жанып тұр, вентиляторы бар. Мына өзінің радиосына дейін қойылған екен, магнитофон. Мына қосымша берілетін нәрселері ғой деймін. Мына джойстиковый управлениесі де жақсы. Осындай 19 миллион 800 ба бағасы. Погрузчик. Су жаңа погрузчик. 19 миллион 800 ақшасы бар адамдар менің ойымша осындай алады. Тағы да бір погрузчик тұр. Жаңағымен бірдей. Бұның да бағасы 19 миллион 800. Наличие екеуі тұр. Мынау шөп қысатын ба, басқа нәрсе қысатын ба, сондай қылып жасалған екен. ZL 936 деген модель. 5 миллион 300. Ал жігіттер, енді барынша түсіндір алғанымша, көрсет алғанымша көрсеттім. Толық мағлұмат бере алмағаным үшін кешірім сұрайым. Осындай салон бар, спецтехниканың. Алдағы уақытта Алматы қаласының ішінде осындай спецтехника сататын жерлерге барып бағаларын көрсететін боламыз. Мынау енді өзімізге жақын жерде орналасқандықтан көрсетіп жатырмыз. Егер бағалары қызықтырып, егер ойбай алам деп жатсаңыздар, осы телефон номерлерге хабарласасыздар. Есігі жабық тұр. Біз кіріп иесімен сөйлесейін дегенбіз. Есігі жабық тұр. Осындай талант деген. Екеуі де Билайн номер екен, хабарласып біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Авторынок Cars YouTube каналы. Бізді достарыңызбен бөлісіп қолдап отырсаңыздар
контенттерді көбейте береміз. Автозапчасть түсіреміз деген ойлар бар алдымызда. Осындай спецтехникаларды көрсетеміз деген ойлар бар. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар.